тауық етінен кәуап дайындаймыз. Оны дайындау үшін бізге қызанақ қажет. Яғни 4-5 қызанақ қажет болады. Егер де қызанақ үлкен болса, 3 қызанақты қолдансаңыздар болады. Осы қызанақты алып, ортасынан және де екі жанынан толығымен тілмей осылай қылып бөліп аламыз қызанақтың барлығын. Енді қызанақтың барлығын бөліп болған соң, оның барлығын бір ыдысқа салып, одан кейін үстінен қайнап тұрған суды құямыз. Біздің қызанақтарымыздың барлығын батырамыз, яғни осы суда, ыстық суда 5 минуттай уақыт ұстаймыз. Ол уақытта біз пияз тураймыз. Пиязды жіңішке қылып, майда қылып жібермейміз. Барынша дәл осылай ірілеу қылып тураймыз. Ыдысымызға тауықтың етін саламыз. Тауық еті болмаса сиыр немесе жылқы етін де қолдансаңыздар болады. Дәл осы тауық етіне енді пияз саламыз. Пиязымызды дәл осылай ірі етіп тураймыз. Ірі етіп турауымыздың себебі, егер де пияз майда болса, күйіп кетуі мүмкін пешке салған соң. Енді бағана 5 минут тұрған қызанақтарымызды қабығы өте оңай болып ашылынады. Енді соның қабықтарын барлығын ашып тастаймыз. Қызанақтардың енді оны осылай 4 бұрышты қылып өте майда жіңішке етіп турап шығамыз. Қызанақтың барлығын. Қызанақтарды турап болған соң, оны қайтадан бағанағы біздің тауық еті мен пияздың үстіне туралған қызанақтарымызды саламыз. Енді оның үстінен татымына қарай тұз қосамыз. Және де одан кейін мен оған осылай арнайы кәуапқа арналған дәмдеуіш қосамын. Бұл дәмдеуішті, яғни специяны кез келген супермаркеттерде таба аласыздар. Егер де бұндай дәмдеуіш болмаса, оның орнына кәдімгі паприка, қара бұрыш, сарымсақ қосып жасай берсеңіздер болады. Енді соның барлығын дәл осылай қолмен барлығын араластырып аламыз. Енді оған ең соңынан бір ас қасық томатқа су қосып араластырып, томат суын дайындап, оны үстінен қосып жібереміз. Енді тағы да соны толығымен араластырамыз. Осымен бізде тауық етінен дайындалған маринад дайын. Енді осы маринадтың бетін пищевой пленкамен толығымен жауып тастаймыз. Міндетті түрде бұл біздің маринадталған тауық еттерін міндетті түрде беткі жағын жабуымыз қажет. Енді тоңазытқышқа кемінде 3 сағатқа салып қоямыз. Негізінен бір түн тұрса да өте дәмді болып шығады. Мен бір түн салып қойдым тоңазытқышқа. Бір түн тұрды дәл осы біздегі тауық етінен жасалған маринадымыз. Енді мен бұны пищевой пленкадан алдым. Міне дәл осындай одан сайын дәмі кіріп, өте керемет болып шықты. Енді менде дәл қазір мына жерде табаның үстінен дәл осындай фольганы төседім. Фольганың үстінен дәл осындай решетканы қойдым. Решетканы қойған себебім, қазір бұны біз жасаған кезде су ағуы мүмкін. Және де осындай ағаш таяқшалар қажет болады. Ағаш таяқшаларды суға салып аламыз 5 минутқа. Суға салудың себебі, егер де ағаш таяқшалар суға салынбаса, пешке салған кезде ағаш таяқшалар күйіп кетуі мүмкін. Енді осы суланған ағаш таяқшаларымызға маринадталған біздің тауық еттерімізді саламыз. Пияздарын қоспаймыз, тек қана тауық етін, пияз, қызанақтарды қоспай, тек қана тауық етін салып, решетканың үстіне қойып, 200 градуста қызып тұрған пеште 30 минуттай уақыт пісіреміз. Яғни сіздердің тауық еттің пісуіне қарай. Менде 40 минуттай пісті. Осымен дайын болды. Дәмі өте дәмді болып шығады, әрі керемет болып шығады. Егер де видеоны соңына дейін қарасаңыздар, дәл осы видеоға лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де видеоны өткізбей, соңына дейін қарағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Дайындап көріңіздер, дәмі шынымен де өте керемет болады. Тіпті пеште дайындалғанға мүлдем ұқсамайды. Өте дәмді, жасап көріңіздер. Бұны дастарханға ұсынар кезде дәл осындай пиязбен, түрлі заттармен ұсынсаңыздар, өте дәмді болып үйлеседі. Сіздермен болған Жібек.